Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті достар, бүгін бізде iPhone 7 келіп тұр. Бізде мынандай ақыл. Кез келген адамға қоңырау шалсақ, дауыс шықпай қалады. Ешқандай дыбыс бізге де, ол жақтан да естілмейді. Бірінші жағдай, телефонды ашпай тұрып, бірінші жеңіл қай жерінде ақау бар, соны іздеуіміз қажет. Ол үшін біз ең басты нәрсе, ол бізде қазір ең бірінші шешім настройкіден болуы мүмкін, баптаулардан болуы мүмкін. Баптаулар кейде қолмен жасалынбайды. Ондай жағдайда не істейміз? Ол үшін бізге ноутбук немесе компьютерге қажет болады. Компьютерде мынадай iTunes деген бағдарлама бар, соны орнатамыз және әр смартфонның өзіне арналған өзінің бағдарламасы, обновлениесі, жаңартулары өзі сайтта болады. Сол смартфонды жалғасаңыз, өздігінен шығатын болады жаңағы бағдарлама. Немесе жаңарту керек болатын болса, жаңартыңыз деп шығады экранға. Қараймыз, ол үшін бізге USB қажет болады. USB шнур. Соны компьютерға жалғаймыз, сосын өзіміздің смартфонымызға жалғаймыз. Және смартфонымыздағы iCloud, Apple ID-ді білуіміз қажет. Егер оны білмеген жағдайда смартфонымыз қолданысқа жарамсыз болып қалады. Қалай бағдарлама орнату қажет, қараңыздар. Мына жерде телефонымыз пайда болды біздің. Так, міне жерде осындай батырма шығады өздігінен. Смартфонды телефонға жалғасаңыз, загрузить, обновить деген батырманы басамыз. Өзі бағдарламаның өзі осындай тексереді. Егер сіздің компьютеріңізде бағдарлама тартылмаған болса, осындай жазу шығады. Тарту батырмасына келісім береміз. Смартфонның бетіндегі кодты енгізіңіз дейді. Құпия сөзді енгіземіз. Сосын өзі автомат түрде ашылатын болады. Міне, мына жерде бағдарлама тартылып жатыр. Осының тартылып болғанын күтеміз. Осы тартылып болғаннан кейін бағдарлама орнататын боламыз. Месте 24 гигабайт сонша орынды алады екен біздің бағдарлама. Оның тартылуын күтеміз. Тартылып бола салсын, сосын әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Оған дейін мен сіздердің уақыттарыңызды алмайын. Тартылып бітті. Енді бағдарламаны орнатуда күтеміз. Бағдарламаның орнатылғанын. Бірнеше уақыт алады, ол ұзақ уақыт кетеді негізінде. Смартфонның ішінде барлық деректер жойылады. Дегенмен iCloud сұрайтын болады. iCloud'ты енгізуіміз қажет болады алғаш қосылғанында.
Так, ұзақ уақыт болып кетті. Отменаны басамыз. Бізге толығымен барлығын өшіру қажет болып тұр. Ол кезде мына восстановить iPhone деген батырмасын басамыз. Ол үшін бізге iPhone-ды неге бағдарлама режиміне түсіруіміз қажет. Hazır көрейік. Үшін болмай жатыр. Смартфонды өшіреміз. USB саламыз, басамыз. Азайтатын жібереміз. Қосатын батырманы жібермей тұрамыз. Olmadı. Daha da қайталаймыз. Bizge bağlama kömekçiydi. Bu şirket.
соң осындай кийинели. Мына жерде алмавит, отмена, алмавит, остановить деген батырмалар шығады. Бізге керегі восстановить деген батырманы басамыз. Программа бағдарлама орнату осылай жүзеге асады. Құрметті жақсылар, қарап алыңыздар. Қажетті дүниелер осы жерде маңызды ақпараттар көргіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызық видеолар саламын деген үміттемін. Бағдарлама орнатылғанын күтеміз бірнеше уақыт. Сосын смартфонымыз өзі қосылатын болады. Бұл бағдарлама орнатуға асықпай байыппен күтеміз. Асығыс өшіріп қоятын болсақ, телефонымызды қайта қоса алмай қалуымыз әбден мүмкін. Сондықтан мұқият болу қажет. Асқан жауапкершілікпен қарау керек. Өйткені iOS-тың бағдарламасы өте жұмыс жасайды. Тәуекелге белгі жұмыс жасайды десек те болады. Жұмыс жасағанда өзіңіз тәуекелге басты жасайтын боласыз. Өйткені бұл жерде ешкім гарантия бермейді. Смартфоныңыз қосылады немесе қосылмай қалады деп ешкім кесіп айта алмайды. Егер сіздің смартфоныңызға зақым келген, су тиген болатын болса, ол қосылу екіталай. Сондықтан айтып жатқан осылай алманың суреті шығады. Сосын астынан тағы да бір сызық шығу керек. Сол шықса бізге бағдарлама сәтті жүктеліп жатыр деген сөзді білдіреді. Бәрекелді. Сызығымыз шықты. Енді сол сызық жылжуы қажет алға қарай. Пайыздық көрсеткішпен көрсетілуі тиіс. Күтеміз, асықпаймыз. Пайда болды. Осы 100% болса, смартфонға бағдарлама орнатылды деген сөз. Одан кейін смартфон өздігінен өзі тағы да осындай өзіне бағдарлама орнататын болады. Мұнда мұқият күтіп қойғанымыз, асығыстық жасамаймыз, ешқандай батырмасын баспаймыз. Төлеп келдім да, мен 300 1,5 үй салдым да, базыке болса, маңы шықты тұттан 350 тәрі. Мұнда төлеп келдім? Жоқ, болды уже активныйда тұр ғой 350 теңге десің? 350 теңгемен көтеріп отырасыз. Жаңа бірінші бетке басында шығады да, одан кейін төменге түсіп кетеді ғой. Төменнен жоғарыға көтеру үшін 350 теңге салсаңыз көтеріле береді. Ол қажет жоқ.
Бәрі дайын ғой. істеп отырайсың, не? Болды уже. Почтадан басқа біреудің телефонымен көрсеңіз болады. Жақсы. Маған 500 теңге бересіз ғой. Жақын жерден таптыңыз ба, бар ма екен? Ben pazarda şey getirdim. Bu diye kerem var. Жаңа не деп жазғансыз, соны поискке жазсаңыз, сол шығады. Рахмет.
Енді компьютер тарапынан енгізіліп болды. Енді компьютерға жалғамай шunları üze берсек болады. Енді біз смартфонның қосылуын күтеміз. Смартфонның өзі бағдарламаны енгізетін болады қазір.